Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай грузин халқының чешушули ыстық тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен шамамен 500-600 грамм сиыр етін алып, осылай көбіктеп турап аламыз. Табамызды алып, қыздырып, ішіне майды құйып, майымыз қайнағаннан кейін етімізді жуып, табамызға етті саламыз, жақсылап араластырамыз. Етімізді қуырып аламыз. Бір дана пиязымызды алып, ортасынан бөлеміз. Тағы да ортасынан бөлеміз. Осылай турап аламыз. Қуырылып жатқан еттің үстіне пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір дана болгар бұрышын алып, жуып, ортасынан кесеміз, ішін тазалап аламыз. Бұрышты соломка етіп турап аламыз. Еттің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. 3 дана қызанақ керек болады. Қызанақты алып, жуып, ортасынан бөліп, көбіктеп турап аламыз. Еттің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Жүз грамм сары май керек болады. Майды салып, бір ас қасық тұз, бір шай қасық паприка, бір шай қасық қара бұрыш, бір шай қасық хмели цунели саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған 250 мг суды құямыз. Және қапағын жауып, бір сағаттай бұқтырамыз. Кинзаны алып, осылай ұсақтап турап аламыз. 2 дана сарымсақ керек болады. Үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Тамағымыз дайын болғанда кинза мен сарымсағымызды салып, тағы да 5 минут бұқтырамыз. Тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға рахмет.